суған арман орындалмай қаза болған күн. Ол мені жалғыз бақытымнан айырған түн. Ол сені ақ отауға апарады, абыройыңды қарады. Бір өкінбей от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімің жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, серуеніне өкінесің. Ала боздап таң атқанда әйел болып жетелесің. Мені жүректе білесің, өзіңді өзің өлтіресің бе? Әлде оны кешіресің бе? Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Аронның қимастық атты әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баремен және барес көрсететін боламын. Баремен бұл жерде бірінші аккордымыз 6-шы латта Е, Б, М, Е бемоль, М. Бұл жерде баре деңгейінің саусағымыз бірінші шекте, екінші саусағымыз төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Одан кейінгі аккордымыз тура сол 6-шы латта Б, Б, Б бемоль. Бұл жерде баре деңгейінің бірінші саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі тура сол 6-шы латта қайтадан үшінші аккордымыз Е, Б, Е бемоль. Бұл жерде бірінші саусағымыз төртінші шекте, екінші саусағымыз үшінші, соңғы саусағымыз екінші шекте тұрады. Одан кейін дәл солай төртінші латқа Д, Б, Д бемоль аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз тура манағындай төртінші шекте, екінші саусағымыз үшінші, соңғы саусағымыз екінші шекте тұрады. Тура сол төртінші латта келесі аккордымыз А, Б, М, А бемоль, М. Бұл жерде бірінші саусағымыз бесінші шекте, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі соңғы аккордымыз жетінші латта Б. Бұл жерде баре деңгейінің саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Енді барес аккордтарына келетін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз АМ. АМ бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Одан кейінгі DM аккорды. DM бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың бірінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың үшінші, соңғы саусағымыз үшінші латтың екінші шегінде тұрады. Одан кейінгі EM аккорды. EM бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латта бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Тура солай Е аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың үшінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейін F аккорды. F аккорды бұл жерде F аккорды баре деңгейінің саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз үшінші латтың бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі А аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде, екінші саусағымыз үшінші, соңғы саусағымыз екінші шекте тұрады. Енді қағысына келетін болсақ, қағысы бұл жерде мен жаңағы басындағы видеоның басында мен баремен осы әннің бір куплет және қайырмасын айттым. Ол жерде мен 8-lik перуармен алдым. Бұл жерде
5 3 2 3 1 3 2 3 осылай болады. Ал енді қағыс бұл жерде енді қағыспен ойнауға болады. Енді қағыс бұл жерде төмен жоғары завушка жоғары төмен сурет жоғары завушка жоғары төмен. Деп осылай қағыспен алуға болады. Енді өздеріңіздің сұлулықтарыңызға байланысты өздеріңіз қағысты және переборды ойлап тауып ойнауларыңызға болады. Ал енді манаға үйренген аккордтарымызбен осы әннің бір куплетін және қайырмасын айтып көреміз. Енді бұл жерде мен каподастрды 5 латқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызға қандай лат ыңғайлы, қай лат келеді, сол келетін ыңғайлы латқа осы каподастрды қойып айтуларыңызға болады. Енді бұл жерде біз қазір 8-дік перебормен айтып көреміз. Бірінші куплеті айыммен басталады. Қою қоңыр көз, сені маған сағым қылды ем, туғаннан болса, сенсіз менің сағымсызды F аккорды, оралма маған, оралуға кешіктік біздер. E аккорды сенде, және де менде, жанымда тербе, жалғыздықтың ашы мені, DM мінімді көрме, өзіндікін ашы өлі. F аккорды менің ішімде құшатыр толтырылмай, E аккорд толтырылмайды, тонауға өзге жанмен. DM біз қуған арман орындалмай қаза болған күн, ол мені жалғыз E аккордына бақытымнан айырған түн деп аяқталады. Енді бұл жерде қайырмасына да жаңағы қағысты перебордан жаңағы бөлек осылай мана үйренген қағысты ойнауға болады қайырмасында. Деп қосып кетіп болады. Енді оны өздеріңіз білесіздер. Енді перебормен ала берейік бұл жерде қайырмасын. Ол сені ақ отауға дегенде D-мен басталады. Ол сені ақ отауға апарады, абыройыңды атқарады, бір өкінбей от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімін еге секіреміз. Ақ сезімін жоқ болады ма? Бұл жерде ақ сезімін жоқ болады ма деп созылғанда айымнен бөлек А аккорды қосылады. Сол қайырмасы. Ол сені ақ отауға апарады, абыройыңды атқарады, бір өкінбей от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімін жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, серуеніне өкінесің, ала боздап таң атқанда әйел болып жетілесің, менің жүрегіне келесің, өзін өлтіресің бе? Деп еге барамыз. Сосын әлде оны кешіресің бе? Деп айымға барамыз. Кешіресің бе? Емге барамыз. F аккорды, E аккорды деп аяқтауға болады. Енді бұл жерде екінші куплеті дәл осындай аккордтармен ойнала береді. Енді бұл жерде жаңағы қағыспен айтып көрейік, қағыспен қайырмасын. Ол сені ақ отауға апарады, абыройыңды атқарады, бір өкінбей от жанары жақындауға оқталады. Сонда сенің маған деген ақ сезімің жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкінесің, сергенде өкінесің, ала боздап таң атқанда әйел болып жетілесің, мені жүрекке келесің, өзін өлтіресің де?
оны өздеріңіз таңдайсыздар. Жаңағы егер перевор ұнаса перевормен ойнап, болмаса осы қағазбен ойнауға болады. Қайсы сіздерге ұнайды, соның біреуін таңдап ойнай беруге болады. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше